Енді кроссовкенің арт жағын тоқып бастаймыз. Біз алдыңғы жағын тоқыған кезде мінекей арт жағындағы петлядан бастап, жарты петлядан, яғни өрлеген косичканың бер жағынан бастап тоқыдық. Енді соның ар жағынан бастап тоқитын боламыз. Яғни бастапқы үшеуін. Міне қарасаңыздар, мынау біреу, мінекей екеу және де үшеу. Осы үшіншісінен бастап жұмыс жібімізді осылай бекітіп аламыз. Және де осы тұстан тағы да столбик без накида тоқимыз. Енді келесі жарты петлядан столбик без накида тоқимыз. Келесі жарты петлядан тағы да столбик без накида тоқимыз. Енді осы жаққа дейін 58 столбик без накида тоқитын боламыз. Қалған келесін, яғни барлығын бірге қосып алып тоқимыз. 1 2 3 53 54 55. Енді ары қарата тағы да алдыңғы жағын тоққан кезде, яғни осы жарты неге петлядан 56 57 58. Енді фиксация жасаймыз. Осылай тоқып біткенімізді алып, жұмысымызды былай ішіне саламыз. Және де жіпті тартамыз. Бекіттік. Жұмысымызды айналдырамыз. Екінші қатар. Екінші қатарда 4-ші петлядан бастап тоқитын боламыз. 1 2 3. 4-шісінен, яғни мұна тұрған жаңағы жібімізді қатты тартпаймыз. Бос қоямыз осылай. Фиксация жасаймыз. Осылай жібімізді бос қоямыз да, жібімізді 4-ші петляға осылай воздушный петлямен бекітіп аламыз. Дәл осы алған жерімізден тағы да столбик без накида тоқимыз. Енді ары қарата 52 столбик без накида тоқитын боламыз. Бізде бар 1 2 3 4 51 52. Қайтадан жұмысымызды, яғни фиксация жасаймыз. Осылай. Үшінші қатар. Үшінші қатарда біз, яғни мына екінші қатарда 3 петляны тастап кеттік. Мына жақтан да 3 петляны тастап кеттік. Енді үшінші қатар. Үшінші қатарда 2 петляны тастаймыз да, бір воздушный петлямен тоқимыз. Яғни қазір көрсетем. 1 2 2 петляны тастаймыз. 1 2. Үшіншісінен воздушный петлямен бекітеміз. Осылай бос қоямыз мына жағын. Және сол воздушный петля алған жерімізден тағы бір столбик без накида тоқимыз. Енді ары қарата 48 столбик без накида тоқимыз. Яғни бұл біріншісі. 2 3
4, 46, 47, 48, яғни 1, 2. 2 петля қалды. Тағы да фиксация жасаймыз. Енді 4-ші қатар. 4-ші қатарда 2 столбик, мынақтан 2 столбик, 2 петляны тасап кетеміз. 1, 2. 3-ші петлядан, яғни мына жағын бос ұстап, воздушный петлямен біріктіреміз. Тағы да осы воздушный петля алған жерден тағы да бір столбик без накида тоқимыз. Бұл бірінші, екінші, 3, 4, 5, яғни осылай 18 столбик без накида тоқимыз. 16, 17, 18. Енді қысқартамыз. 1, 2. Енді 4 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, және 4. Қайтадан убавка жасаймыз. Қысқартамыз. 1, 2. Енді тағы да 18 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 17, 18. 2 петляны тастаймыз да, тағы да фиксация жасаймыз. 4-ші қатар аяқталды. Енді 5-ші қатар. 5-ші қатарда 2 петляны тастаймыз да, келесі неден, яғни 1, 2, 2 петляны тастап, үшіншісінен воздушный петлямен біріктіреміз. Дәл осы жерден тағы да столбик без накида тоқимыз. 1, 2, дәл осылай 38 столбик без накида тоқып шығамыз. 4, 34, 35, 36, 37, 38. 2 петляны тастадық. Және де фиксация жасаймыз. Бұл бізде 5-ші қатар. 6-шы қатарда 1, 2, 2 петляны тастап, үшіншісінен бір петлямен, воздушный петлямен біріктіріп аламыз да, осы жерден тағы да бір столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, осылай 14 столбик без накида тоқимыз. 4, 5, 14 столбик без накида тоқылды. Енді убавка, яғни қысқартамыз. 1, 2. Қысқарттық. Енді 2 столбик без накида тоқимыз. 1, 2. Тағы да қысқартамыз. 1, 2. Әрғарыда 14 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 13, 14. 2 петля қалады. Бұл бізде 6-шы қатар аяқталды. Енді бір
петля көтереміз де жұмысымызды айналдырып 7-ші қатарды бастаймыз. Бір петля көтердік, енді убавка жасаймыз, яғни қысқартамыз. Осы тұрған бірінші петлядан жіпті аламыз, екінші петлядан жіпті аламыз, күршекті үшеуден біреу. Бір убавка жасалынды. Енді ары қарата 28 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 26, 27, 28. Бір петля көтереміз де жұмысымызды айналдырамыз. 7-ші қатар аяқталды. Енді 8-ші қатар. 8-ші қатарда убавка жасаймыз тағы да. Осы тұрған бірінші петлядан бір жіп, келесінен тағы бір жіп. Күршекті үшеуден біреу. Енді 26 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, мінекей 26 столбик без накида тоқылды. Соңғы қалған 2 петлядан убавка, яғни қысқартамыз. Күршекті 3 жіптен біреу аламыз. 8-ші қатарымыз аяқталды. Жұмысымызды осымен бітіреміз де. Енді мына жаққа шнур оғына тоқитын боламыз. Шнур қоятын жерін тоқып бастаймыз. Алдыңғы жағын тоққан кезде жарты петля бізде қалып қойды. Сол 3-ші жарты петлядан бастап тоқимыз. Яғни мынау 1, 2, 3. Осыған жібімізді бекітіп аламыз. Және осы жерден столбик без накида тоқимыз. 1, келесі жартылай петлядан 2, келесі жартылай петлядан 3. Енді 14 столбик, яғни баспалдаққа көтерілеміз әрі қарата. 3 болды. Мінекей мына жерде біз бағана жіпті бос қылып тасап кеттік. Соны қосып тоқуды ұмытпаймыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Яғни тоқылып жатыр ма көреміз. 10, 11, 12, 13, 14. Енді мынау 2 қатардың аралығынан тағы да 2 столбик без накида тоқимыз. Міне осы жерінен 15 және 16. Енді алдыңғы қатарда біз қысқарту жасадық, убавка жасадық. Сол қысқартудан біз 2 рет прибавка жасаймыз. Яғни міне мынау осы жерден көрініп тұр ма? Мінекей осы жерден біз убавка жасағанбыз. Осы жерден, яғни көбейтеміз. 1, осы жерге 2. Әрі қарата 26 столбик без накида өзіміз тоқимыз. Міне 1, 2, 3, 4, 5. Мінекей 26 столбик без накида тоқылды. Ең соңғы петля қалды. Осы жерінен, яғни
прибавка жасаймыз, көбейтеміз. 1, осы жерден 2. Енді ары қарата 16 столбик без накида тоқимыз. Яғни мынау екі қатардың аралығынан 2, яғни столбик без накида тоқимыз. 1, осы тұстан 2. Енді ары қарата баспалдақпен ретімен түсетін боламыз. Келесі тұрған мынау петлядан саламыз, яғни санаймыз. 1, 2, 3, 4, ары қарата түсіп кете береміз. 5, 6, енді тағы түсеміз. 2, 7, 8, тағы түсеміз. 9, 10, тағы түсеміз. 11, 12, 13, соңғысы мінеки 13. Енді алдыңғы жағын тоққан кездегі жарты қалған петляны тоқитын боламыз. 13, 14, 15, 16. Мінеки. Ешқандай петля көтермейміз де жұмысымызды айналдырамыз. Екінші тұрған петлядан бір столбик без накида тоқимыз. Яғни бұл емес, келесінен мінеки бір столбик без накида тоқылды. Енді жартылай 16 столбик тоқитын боламыз. Яғни күртеққа жіпті ілдік. Яғни 3 жіп, одан біреу аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, және 15. Мінеки 15, 16 жартылай баған тоқылды. Бір петляны көтереміз де жұмысымызды айналдырамыз. Енді бұл бізде үшінші қатар. Бірінші тұрған петлядан бастаймыз. 1, келесінен 2. 2 воздушный петля аламыз. Үрмелі шары, яғни қазақша. Біреуін тастап бір петляны, келесіне біреу, келесіне 2. Тағы да 2 воздушный петля аламыз. Біреуін тастап, келесіне 1, одан кейінгісіне 2. 2 воздушный шар петля аламыз. Біреуін тастап, келесіне біреу, одан кейінгісіне біреу. 2 воздушный петля алып, біреуін тастаймыз, келесіне біреу, одан кейінгісіне біреу. 2 воздушный петля аламыз, біреуін тастаймыз, қалған екеуіне столбик без накида тоқимыз. Енді санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5. Яғни бізде 5, яғни бұл бау өткізетін бөлігі. Енді жұмысымызды айналдырамыз.
екінші тұрған петлядан столбик без накида тоқимыз. Мынау тұрған арканың ішінен біреу, екі, одан кейінгісінен 3, 4, аркадан 5, 6, 7, аркадан 8, 9, 10, аркадан 11, 12, 13, arkadan 14, 15, 16, жұмысымыз осымен, яғни бір беті аяқталды. Жібімізді қиып аламыз. Енді екінші жақ бетін тоқитын боламыз. Біз алдындағы екі прибавка жасаған жерімізді тауып аламыз. Яғни міне мынау. Яғни осы жұмысымыздың басы болады. Бекітіп аламыз. 1, 2. Дәл осы жерден жартылай столбик без накида, яғни тоқып аламыз. Мінекей, тоқу барысында жібімізді тоқып жібереміз. Бізде біреу бар. Енді күрчоққа жіпті ілеміз. 2, 3, яғни жартылай бағын тоқып атырмыз. 16, келесінен, яғни 2 петля қалды. Оған столбик без накида тоқимыз. Соңғысына біріктіру петлясын жасаймыз. Яғни біріктіру петлясын жасадық. Жұмысымызды айналдырамыз. Екінші тұрған петлядан бастаймыз. 1, 2, 2 петля, 2 воздушный петля көтереміз. Тастаймыз. Келесінен 1, одан кейінгісінен 2, 2 воздушный, біреуін тастаймыз. Келесінен 1, келесінен 2, 2 воздушный, біреуін тастаймыз. 1, келесінен 2, 2 воздушный, біреуін тастаймыз. Келесінен 1, одан кейінгісінен 2, 2 воздушный, біреуін тастаймыз. Келесінен біреу, және де соңғысы біреу. Енді жұмысымызды айналдырамыз. Екінші тұрған петлядан 1, арканың ішінен 2, одан кейінгі 3, 4, аркадан 5, 6, 7, аркадан 8, одан кейінгісі 9, 10, аркадан 11, 12, 13, аркадан 14, 15, соңғысы 16. Енді фиксация жасаймыз. Жібімізді қимай, осылайынан. Енді біз төменгі жаққа түсу үшін бұлай жасаймыз. Мінекей, сіздерге көрініп тұрма? Мынау тұрған
мінекей осыны, яғни міне бұлай жібімізді алып, яғни бір осылай ғып петля жасап аламыз. Енді әрі қарата осы екі қатарға, яғни екі столбик без накида тоқып аламыз. Бір, мына жерінен тоқиық, екі. Енді 16 столбик без накида тоқимыз. Бір, екі, 13, 14, 15, 16. Енді екі қатардың аралығын тағы да екі столбик без накида тоқимыз. Бір, екі. Енді әрі қарата 26 столбик без накида тоқимыз. 2, 3, 4, 23, 24, 25, 26. Енді осы екі қатардың аралығын тағы да 1, 2. Енді тағы да 16 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, неге 16 столбик без накида тоқылды. Енді осы қатардың аралығын тоқимыз. Яғни мына бір жерінен біреу, мына жақтан екеу. Енді алдыңғы бізде алдыңғы жағын тоққан кезде мына жарты петля қалған. Осы жерден, яғни біріктіреміз. Мінекей. Енді түйіп жұмысымызды қиып аламыз. Артық жіптерді жасырамыз. Енді кроссыйымызға шнурок тоқимыз. Мен 155 петля көтердім, және де бір петля көтеремін де. Енді осыны айналдырамыз, міне арт жағын. Арт жағын айналдырған кезінде бізде мінекей. Міне мынау бар ғой, міне. Астыңғы жағындағы петлядан алып тоқимыз. Келесі мінекей. Көрініп тұр, міне. Мынау петля. Міне, осы петлядан алып тоқимыз. Мінекей, келесі петлядан алып тоқимыз тағы да. Міне мынау алдыңғы жағы айналдырған кезде артқы жағындағы міне осы петлядан алып тоқимыз. Осылай өзіміз 155 столбик петляны осылай тоқып шығамыз. Мінекей. Ары қарата өзіміз тоқып шығайық. Мінекей, осымен біздің мастер-классымыз аяқталды. Мен шнуруктарды тоқып кроссовкаға орнаттым. Мінекей, сіздер де осындай қылып тоқып көріңіздер. Сіздермен бірге болған Жансая.